страх чувствосы бар, қобалжу бар. Қазір где-то бір 15-16 креатив жүрміз. Осы өтіп адам бізден сұрап отыр да. Осындай тауар қанша теңге тұрады? Так, Құлан мырза, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Қалай болып жатыр? Жанар ханым, сізге бұл жерге кіруге болмайды. Не үшін? Қазір өйткені біз адамдардың өздерінің блоктары, установкаларымен жұмыс істейтін боламыз. Бұл интимная тема, сондықтан мягко говоря шығып кетсеңіз. Еслим мырза, қош келдіңіз. Қазір сізде қандай чувство болып жатыр, қандай состояние болып жатыр? Қазір не күтесіз, сол жайлы өзіңіз қысқаша айта кетсеңіз. кішкене страх чувствосы бар, и сенімсіздік сезімі бар, и жалғыздық сезімі бар кішкене тоже. Достарыма давай дегеннен кейін кішкене сондай сезім болып тұр. Қайырлы күн, Арман мырза. Қазір сіз не сезіп тұрсыз, қандай состояниедесіз? Менде дәл қазір біз бизнеске запуск жасадық, яғни онлайн запуск жасадық, таргет бәрі жүріп бастады. Бірақ енді бәрі күшті болып кетпейді, бірден кедергілер шығып жатыр. Кедергілердің бірі, яғни лид бар, бірақ әлі продажа менің ойымдағыдай емес. Енді қорқыныштардың бірі ол келісілген уақытылы жаңағы сумманы шығара алмай қаламын ба деген, яғни діттеген нәтижеге жете алмай қаламын ба деген кішкене қорқыныш бар, қобалжу бар. Мына бір кішкентай бөлменің ішінде не талқыланды екен бізге белгісіз. Бірақ одан шыққаннан кейін қатысушылардың состояниясы қандай болды, бірге тыңдайық. Асхат мырза, қазір сіз қандай сезімде отырсыз, соны толығырақ айта кетсеңіз? Қазір сезімім жақсы. Басында терапияға кірерден бұрын денемде блоктар болған. Кішкене денем ауырлық сезімді, тревога болды. Қазір сол сезімдерден босадым. Сезімді қазір сөзбен айтып жете алмаймын. Жаңадан туылған сияқты болып қалдым кәдімгідей. Просто жұмыс жасау керек болды. Дәл қазір Құлан мырзамен жеке кездескеннен кейін сезім мүлде бөлек, бір жаңадан туылған бала сияқты болып тұрмын. Бір шешім қабылдағаннан кейін, сонымен соңына дейін бару керек, өкінбеу керек екен. Қатысушылар жайлы айту керек па? Енді қатысушылар жайлы мен барлық ақпаратты толық айта алмаймын, өйткені бүгін бір личная, закрытая встреча болды. Бұл кездесуде біз сатуға байланысты адамның ұялу, кінәлі сезіну сезімдерін анықтадық, және ол ұялған, кінәлі сезінген сезімдерінде болған оқиғаны айту не этично, не экологично. Сол үшін біз оны жабық есіктің артында өткіздік. Но бірақ қысқаша айталатын ақпаратымды айтайын. Қазіргі уақытта мен жалпы үш қатысушыға да сенем. В принципе, нормальная динамика. Өйткені прям болмайды деген өзінде бұларда хотя бы бірінші продажалары бар. Енді ары қарай ол продажаларды өсіретін болсақ, мне кажется, алғашқы миллионына жететін сияқты. Ең бірінші кірген Асхат мырза жаңағы партнермен келіскен, партнерына сатқан 3,5 миллион теңгені біргенсе барып қайтарып берген, несіне партнерына жоқ, бұл ақшаға тұрмайды, мен өзім айлансам деп. Бұл деген нені білдіреді? Бұл кісі өзін қазір бағалап, өзінің бизнесін өзінің қолына алды. Мне кажется, ары қарай бұл кісіде жақсы результаттар болады. Екінші Еслим мырза тоже прям косячник, ол өзі сатуға жаман ұялады. Енді лидтер нормально түсіп жатыр. Кешегі наставнигі Бақтияр мырза айтқан болатын, Құлан мырза осы ұялу сезімдерімен, состояниесімен жұмыс істеп беріңізші деп. Бүгін жұмыс істедік, көреміз ары қарай не болатынын. Өзі бір 10-15 продажаға шығуға деген планы бар. Оған байланысты нишалары да бар, жаңа нишаларды көріп жатыр. Алдында ойыншық нишасын сатам деген, одан кейін бұл жаңағындай бір товаркаға көшті. Қазір 4 товарканы тоже тест жасап жатыр. Мне кажется, жасайтын сияқты. Потом Арман мырза өте зажатый жігіт. Потенциалы өте жақсы болса да, но бірақ кішкене жабықтау жігіт. Соны ашуға мен бүгін жұмыс істеген болатым. Алдында 1,5 миллион теңгені өзіңнің хотелкаларыңа жарат десем, ол кісі жаратуға кішкене қарсы шығып жатыр. Бүгін сонымен жұмыс істедік, в принципе. Және де Арман мырза уже
онлайнда алғашқы продажасы бар. Бүгін біз түсіндік, то что ол кісінің іздеп жүргені особо ақша емес, но все равно біз алғашқы миллион теңгені онлайннан жасап көретін боламыз. В целом ол барлығы жақсы, по плану келе жатыр. Но нам надо ускоряться уже. Нам надо ускоряться. Бір айдың ішінде біз миллион теңгені жасау үшін ол кісілер қазір состояниесін, запускын бәрін реттеп алдық. Енді бізге прям рекорд жасап шабу керек. Алдағы выпусктарды қарап отырыңыздар, өзіме де қызық. Нағыз қызықтың бәрі енді басталады. Қанша креатив жүрдің? Креатив деген қазір қарайын. Міне, балымыздан аяқтан басталады. Қазір мына жігіт, в общем, қазір где-то бір 15-16 креатив жүрдіңіз, иә? Мысалы үшін мынаның ішін ашып қалдыңыз, например, аша көрсетіңіз. Мынаның ішінде андай бір таргет жібергенде 3-4 креатив бірге салуға болады ғой, бір запуска. Сояқтан полный версиядан көрсете алмай тұрмын да. Ал былай компьютерден көрсем, не только мынау ғана тұр, ішінде тағы 5-6 креатив бар. И соның бәрі бір немен. Сосын мен түсіндім да, может бір креативпен жібермей, может бөлек жіберу керек шығар деп, оны да көрдім мысалға. Тоже. Мына жерде мысалы 27 клик түсті, біреуі де жазған жоқ. Ешкім жазған жоқ. Енді қараңыз, неге кірейін, Инстаграм кірсем бола ма? Давай. Қандай креативтер жасадыңыз? Сол, например, мысалы қараңыз, жаңағы көбісі компьютерда, ең соңғы жасағаны мынау. Екі жаңағыдай басында енді сіз қымбат чек дедіңіз ғой, қымбат чектен көшіп, ладно, андай клиентті бір арзан бір некемен шақырып алып, оның ішінде сатып көрейін дедім да, видео звонок, консультацияға шығып звондап клиентке. Сіз нан жібердіңіз бірінші? Жоқ, мынау қазір ең соңғы, бүгін ғана жіберген. Одан әлі. Мынау ужас қой, не мынау? Енді мынау үшін мысалға. Көрсетіңізші қабан. Мынау бар мысалға. Таргет бойынша эксперт кім еді? Бақтияр Мырзадан қараңызшы оларды? Өтпейді олардың бәрі? Негізі олар өтпейді, көрген өтпейді алар. Алар бар ғой, просто торговый центрлер толып тұрды, алардың барлығы. И олардың интернет-магазинмен үйіне тастап алдырғанша, жақын жерден магазин аласың артық олардың атасында. То есть бұл кісі негізі, по идее, қазіргі форматы и так сатылып жатқан заттарды интернетте қымбат сатылып жатыр, мысалы, анау ойлин, анау дегендерді ол қазір золотой яблоко дейді, анау соның ішінде бар олардың. Қазір жоқ, оның ішіне бармай-ақ Каспийден заказ бересіз адамдар. Толып жатыр, оптовиктер какой-то бір 200-300 теңге қосқан, соның үстіне сатып жатыр, болды ғой. Болды қазір. Не істейміз енді, қиын рынокта қиналып жүреміз ғой, уже и так ақшасын бәрін $100 соны айтып жатырмын ғой, сол алдында мүмкін косметиканы басқа нәрсеге ауыстырып тексеріп көрейін. Қандай идея бар оған? Корейский косметика сатпаған жұмыс. Бұл Бақтияр Мырза, ол таргет эксперті және Есіл Мырзаның наставнигі. Не үшін? Корейский косметиканы андайда Қазақстанның немесе келмейді, погодасы дұрыс келмейді, и көп қыздар алмайды. Французский алады, басқа шкеттер алады. Алса да рынок толып қалған ба сонда? Иә, просто ұзақ уақыт өмір сүрмейді. Кореяда болады неға погодасы. Бұл Алматы ауа райын дұрыс келмейді. Қолданса да, результат келмейді да ол. Миллион жарым десеңіз? Миллион жарым тұр ол деп ше. Битсе, миллион жарым маған қазір бір связка көрсетіңдер, сосын жарадам қайтам көрсетіңдер. Ол деген. Ең сапасы мынандай да. Мына не ол? Бұл тоже прыщикке арналған. Мына крем бөлек, мына сывороткасы бөлек те. Осылай. Фотосессия анау бәрі. Сатып отырсыз ба бұнысыз? Қазір осыны сатып отырмыз. Қанша өтіп отыр? Негізі нам рекламасы әлі кетпеді. Рекламасы кетпесе де, мысалы 4-5 сатылды. Ертең рекламасын түсіреміз. Наның ба? Осы просто осындай фотосессиямен тағы бір деңгейден. Бұл қайықтың продуктысы? Қытай. Қытай? Бұл Каспий мен ВВ-да бар ма? Жоқ. Тауып көрсеңіз болады, бірақ мен білмедім, айта алмаймын. Сіз ВВ-да барсыз ба? Мысалға анау немелер жоқ. Яблоко, анау, мынау керісі көп кездеспейді. И сондықтан қандай баға қойсаңыз өзіңіз білесіз бұл жерде. Негізі сондай стратегия дұрыстау болады, Және шашқа себетін анау мынау сіз бәрі барлық жерде. Иә. Сіз сыны не сатасыз қоя, получается. Қарашы, негізі қазір кімнің Арман Мырзаның жасап жатқан ошибкасы, бұл кісі андай, модельдің өзін дұрыс таңдамаған да, модель деген анау нелерді алады, андай рынок, трендовый рынокты алады, ол жерде барлығы и так Каспийде 300 теңге, 400 теңге қосып сатып жатыр, ол жақта біз ештеңе істей алмаймыз ол жақта ше.
демпинг жасайды. Получается, оны нәрсені сатуды қойып, жаңағы кім Бақтияр мырзаның айтып жатқан нәрсесі сияқты бізге кішкене елдер танымайтын, сататын бір товар керек, Расында бұл идея маған надан келді да. Балтышқа жақсы сатылатын продукт та. Ең басында мысалы Ғаниханды біледі ғой. Жаңағы Ғаниханның дауысын бәрін түсіріп тұрып аламын да. Және қыздың атынан болып сатамын да. Жаңағыдай звук, озвучка бәрін Ғанихан жасап береді. Мен просто монтажға аламын, салам, клип түседі и солай сатылатын. Видеосы бәрі менде бар. Сіз ұмытқан шығарсыз. Сіз жасап бергенсіз ба? Жоқ, мен дайын продукттың бәрін әкеліп бергенмін. Просто отырады да, дауысша озвучка жазып береді, болды. Мүмкін Бақтияр мырза рұқсат берсе, бұл кісі бәрі онлайн сатпайды екен ғой. ВБ-ға салып көрсем қалай болады? Нені? Эксперимент ретінде. Жаңағыны ма? Тура жаңағыны. Давай. Кімде уже если мен жасадым, алдында қазір уже екінші нишаға көшіп жатсыңдар, анан жасап жатсыңдар. И лид бар, жұмыс істеп жатыр. И получается, мына кісіде Арман мырзада бұл жібереді, бірақ лид жоқ та, лид болса мен кажется салатын едім. Сіз қалай жасайсыз кісінің техникасы? Басында мен де Арман мырза сияқты сатқан, бірақ ол жерде мысалы мен осы уақытқа дейін 16-17 тест жасадым да, ол ішінде ататындары болды, атпайтындары болды, және ішінде қадалғандарым да бар да. Бірақ бірнеше ада жүре бердім ол жерде. Жаңағыдай қымбатын саттым, арзанын саттым, кейін жаңағы кастеф бар ғой. Сол кастефті қолданған кезде мен түсіндім да, елге не керек екенін. Уже мен сол кастефті қолданғаннан кейін барып менде жақсы продажа бола бастады да. Яғни қандай бағада ұсынуға болады, жаңағыдай не сатуға болады, товарды қайдан алуға болады. Мысалға мен солардың бәрін мысалға товар алған кезде мен бір жерден ғана алмайын да, әртүрлі жерден аламын да, жинастырамын да, бір жерден жаңағы бір набор сияқты болып сатамын. Бағасы жаңағы себестоимость арзан, жаңағыдай оған ол 15 мың теңге қосып сатамын. Получается, сіз қарашы, сонда сіз таргет жібересіз да, сізде өзіңізде база бар, солардан сұрап отырасыз ба, сізге не керек деп? Сатып алған адамдардан сұраймын и жаңағыдай рассылка жіберемін. Проблеманы табады да, сол проблемаға шешім қойып береді. Былай айтсақ бола ма? Қазір таргет бұл просто құрал. Құралды дұрыстап жіберу үшін бізге адамды қызықтыратын дұрыс ұсынысымыз болу керек. И біз больді жаба алуымыз керек. Например, қазір енді Арман мырзаның проектісінде айтатын болсақ, ол и так сатылып жатқан зат, оны баратта басқа крупный интернет магазиндермен қазір біз конкурировать ете алмаймыз. Керек емес, бұл кісінің и так қазір Wildberries жұмыс істеп тұр. Қазір біз четко өтетін сіз сияқты товарларды таңдау керекпіз ғой. Сіздің негізгі мықты жағыңыз ол нарықта өтетін одиночный товарларды таңдау аласыз, соларды ғана сатасыз. Еще маржасы үлкен, обязательно. Маржасы не үшін үлкен, өйткені сіз таргетке көбірек ақша сала аласыз, получается. Солай ғой, жақсы. Мен еще жаңадан бастап жатқан адамдарда, Есіл мырзада болсын, барлығында ойбай там предназначение, либо там сүйікті ісім дейді да, мен айтамын да. Давай лучше қазір ол нәрселердің бәрін қоя салып, просто тупо ақша табатын болды. Ақша табудың жолында менде өзім қолданатын бір екі ереже бар. Ол бас жағында жұмыс істейді, это как бы негізі мне кажется, жұмыс істеп тұрған схеманы артынан солай жасау керек та, өзін қайталау керек. Білмеймін, андай брендовый нәрсе сатып қажет емес сияқты. Сіздің жеріңіз барлығы негізі бренд қой. Танымал, өте танымал бренд. ТРЦ-ның ортасына өтіп бара жатсаңыз, ортасында кішкентай тұрады ғой, сол бәрін соны товарлар сатады да ол. Қазір сіз қанша нишаны сатып жатсыз, қанша товар сатып жатсыз қазір? Менде ассортиментте қазір негізі 2 товар өтіп жатқан, қандай? Бұл шашқа арналған, одан кейін жаңағы осы косметика. Не ма, жаңағы бюджет келереді деген сияқты. Бұны әлі запускай түскен жоқсыз? Запускай түскен жоқпын, бірақ жаңағыдай маған түскен лидтерім мысалға соларға просто жібердім. Просто көрсеттім. Сіз 700 адамға, жаңағы 700 базаңызға сіз тест жасайсыз, өзіңізде лид сатып алған лидке сіз повторно продажа жасауға тырысасыз. Мен жаңағыдай түскен лидтен максималь ақша шығаруға тырысамын. Өйткені ол лидтің бәрін сатып алдым ғой мен. Сіздің өтетін тағы да қандай товарлар бар қазір өзіңізде? Или ол құпия ма сіздің? Негізі құпия болып қалсын, мен жаңағыдай Есіл мырзаға бәрін айтып отырмын, соны тестировать етіп жатыр. Айтты да, кеше таргет түсірдік, біз екеуміз әпкем шақырып таргет түсірдік. Бұйырса қазір обработать тұр, есі келеді жаққа. Бұл кісі мынандай болғанда, Facebook реклама жасаған, настройканы жасаған кезде уақыттарын қою керек болады да. Бұл кісінікі американский уақытпен тұр да, ол артта да. Сол уақыт өткенше жаңағыдай мысалға 14-15 сағат керек, одан тағы 24 сағат керек. 3 күндей просто одобрение тұрып қалады. Сіз қанша продажа жасадыңыз? Менде 2 продажа бар. 2 продажа болды. Сізде минус осы? Қанша минус осыз? Мен 10-15 теңге минус таргет кетсе, лид түссе, сатып плюсқа шыға берсе болады. Қазір сенімсіз ба, бұл плюсқа шығатынына? Сенімді? Мен де сенімді.
өйткені То есть нормально келген қарайсың. Кеше потому что мен саған товар бар ғой біз жасап жатқан. Ол товардың атын айтпай ақ қояйық қазір. Креатив түсіріп жатырмыз сол товарға. Мен ана үйге аласың ғой ана үйге. Осындар кәдімгі. Креатив түсіріп жатырмыз да сол товарға. Қасымыздан үш баласы бір ана өтіп барады. Үй баланы сұрайды. Бағасы қаншадан деп ше. Осындай бағаны айтамын. Оптовый бағадан примерно 4 теңге қостым да. А все, қазір алсаңыз болады дедім да. Ол кісі айтты, менде басқа түрі бар. Басқа түрі бар, мен соны қазір соны пайдаландым, пока маған керек емес деп ше. И мысалы просто өтіп бара жатқан ана бізден сұрап жатыр да. Осындай товар қанша теңге тұрады? Знаешь, қазір бір спрос бар екен. Просто ертең бұйырса таргет кетсе, назар реклама әлі ештеңе жүрмеді, бірақ соны ұстап кетіп бара жатқан кезде көрген адамдар сұрайды да, қаншадан сатып аласыздар деген. Маркетинг базовый білімдер болу керек екен. Өйткені басында болды да, мысалы Есіл мырза таргетті білмеді, маркетинг дұрыс білмеді, мысалы Инстаграмнан дұрыс білмеді да, жаңағыдай креативті қалай түсіріп, және оны қалай монтаждау керектігін білмеді, офер деген не екенін білмеді да. И мен просто соларды түсіндіру үшін менде уақыт кетті да, сол үшін біз тоқтап қалдық та. Ал мен оны керісінше Обязательно екеуі керек, иә, мен бұл кісіге жаңағыдай таргет бойынша сабақтар беріп қойдым, қараңыз деп, маркетинг бойынша сабақтар бердім, продажа бойынша сабақтар бердім. Қарадыңыз ба сіз? таргет пен маркетинг қарадым енді сату бойынша. Не айта салайын, мысалы оразада нормально болды ғой, оразадан кейін резкий спад қой. Мысалы күнде заказ берген магазин аптасына 2 рет заказ беріп қалды да. По-любому сезонность бар екен бұл жерде де. Енді түсініп отырмын. Бірақ 4 магазинмен сөйлесіп қостым мен, екеуі повторно заказ беріп қайтқанша, екеуінде пока бар екен бірінші. Үшін бұлай өтіп жатыр. Бірақ прямо не емес. Не то, что ожидал. Может, продадим ваш бизнес? Біз алдында айттым ғой сонда, не сатып жүрмін. Мен шешпеймін оны. Иә. Қазір енді сіздің өзіңіз ойыңыз қандай? Мен по-любому бұл бизнестен шыққым келеді, шын айтайын. Рано или поздно по-любому шыққым келеді. Өйткені те деньги, которые я хочу вообще зарабатывать, акимит та бола, никак акимит, даже қандай немен моделімен келсең де. Бұл жерде мысалы 3 миллион тапқан кезде болды, мысалы 6 миллион десең, 7 миллион табайын десең, оған сырьең жетпейді сен. Либо сен уже порошокқа көше бастайсың да, ол порошок уже елді алдайсың ғой, тупо говоря. Біреумен кездестім мен, немен, Airbnb деген бар ғой, который, Airbnb ма, қандай бір супермаркет ашылды, который новыйдан. Ұмытып болдым. Технодом ашты, короче, соны. Олар айтады, біз алуға дайынбыз дейді да. Бірақ бізге жаңа Магнумға кіргізетіндер сияқты под нашим брендом, Сорын бренді жазып тұру керек. Типа, сен брендіңмен кірмейміз дейді да. Если сен бізге фасовка жасап берсең, под нашим брендом. Қанша теңге дейді? Теңге деген доллар басында типа 50 литрдан аламыз дейді, для пробы. Таратып көреміз, если болса, ары қарай, короче, будем работать дейді. Либо жаңағындай айтқандай сатып 15 миллионғаша и басқа нишамен көру керек, дұрыс шығар. Сразу ма? Или қазірден бастап, мысалы мен прям занятой емеспін ғой жерде. Қазірден бастап может тестировать басқа нишалармен ше. Негізі мен вообще алдында шыққаннан кейін ойладым, бұл бизнес даже шықпасам да будущем, просто доп доход ретінде мысалы, миллион, 2 миллион әкеліп отырады, айына болды деп ше. Братчикамды отырғыза салам мысалы, пусть катается, делает, айына 500 000 бере салам болды. И вот сөйтіп қалдырып, просто басқа нишамен көру керек сияқты. Өледі ол бизнес. Өледі, басқа біреу келсе, иә, өледі. Бизнес чиститься себе тұр ғой? Иә. Сізге өледі. Иә, сразу өледі. Қазір бейсек, параллельно тоже нені істеп көрейік. Тест қазір, да? Тест көрейік. Егер де болып жатса, күн сияқты, Арман Мырза сияқты уже не қойып. Мысалы Арман Мырза да, анау, Есілдегі магазин понятно болды ғой уже, чумейтін. Одан кейін барып жатты да. А қазір егер де бұл қазір онлайннан жүргізіп, бәрі связка көріп, оны жұмыс істеп тұрған нәрсе деген кезде, сол ақшаларды жауып, соларды сатып, соған салса болады да, сол уверен болған кезде. Оффлайн точкаға ма? Иә. Сразу сатудың да қажет емес. Иә. Есіл Мырзада жақсы болып тұр, нелерін барды ғой, показательдер жақсы болып тұр. Просто сату жағын үйреніп алып. Мен негізі Есіл Мырзаға айтқан ғой, қалай сөйлесу керек бәрін үйреткен, текстін бәрін жіберген ғой. Бұл кісі оның бәрін қолданбағанда өзінің қалдан түсіп кеткен ғой. Сөйтіп өлдіріп. Вообще Қазақстанда 3 миллион теңгеге бару үшін негізі дұрыс ниша, дұрыс связка соған кететін. И соны сатыланса болды, соған болды. Сізде қазір негізі осы сақа өсіретіңіз өсіп жатыр, өзіңізде.
и ол кім есіл екеуі сияқты да қарап тұрсаңшы ол жұмыс істейді деген сөз ғой негізі по идее просто есіл ары қарай докручивать ету керек та ол мысалы кімде арман мырза вообще продажа болған жоқ ол өзімен кетті да ол конечно он қазір ол өзімен кете берсе бұл там білмеймін 1 минуттан кейін жоғалтып қойшы болып ең соңында қазіргі инсайтпен отыруы мүмкін да қазір ше мен бұл өтпейді ғой деп ше например а біз адамға айтамыз да қара сен жасайтын ошибканы бәрін біз жасап қойғанбыз уже сенде рабочая схема тұр соны көшіріп болды андай да честный разговор да сендермен ше қазір не болып жатқанда ше вроде как бы бүйтіп дейді ана депутаттар сияқты отчет бересің ғой маған ше мынау құлан мырза мынандай істеді мынандай істеді артында дым жоқ көреді ше